Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақ Smiles 3-ші сыныптың 52-53-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса, видеоға лайк бас, тіркелмеген болсаң, подписаться басып, тіркеліп кет. Сабақты толығымен қарап, көріп болғаннан кейін ғана қажетті жерін жазып аларсың деген ойдамын. Ең алдымен бізде 52-ші беттегі 10-ші тапсырма Listen and read. Listen дегеніміз тыңдау, read дегеніміз оқу. Ең алдымен мәтінді оқимыз, одан кейін аударып аламыз, мәтін не туралы берілген екенін біліп аламыз, тек содан кейін ғана тапсырмаларды орындаймыз. Jake, can you get some cakes from the baker's, please? Yes, where is it? It's next to the bank. And get some apples from the greengrocer's too. Okay, Gran. Where's the greengrocer's? It's between the post office and the hospital. Okay, Gran. Anything else? Get some sausages from the butcher's and some sweets from the sweet shop. Look, Gran. It's all from the supermarket. The supermarket? Yes, Gran. There's a supermarket opposite your house. Oh, really? It looks like a cinema. 11-ші тапсырма Read the story and complete. Мәтінді оқып, аяқтам. Бірінші сөйлем Get some cakes from the baker's. Тортты нан сататын дүкеннен аламыз. Екінші Get some apples from the greengrocer's. Көкөністер сататын дүкеннен алма аламыз. Үшінші сөйлем Get some sausage from the butcher's. Ет сататын дүкеннен шұжықтар сатып аламыз. Төртінші Get some sweets from the sweet shops. Тәтті сататын дүкеннен тәттілер сатып аламыз. 12-ші тапсырма Find the following in the story. Төменде берілген суреттерді жаңа берілген мәтіннен тауып ал дейді. Суретке қарасақ, бірінші сурет, мәтіндегі суреттердің ішінде көлік қайда бар. 6-шы суретте көлік бар. Демек, біз бірінші суретке picture 6 деп жазамыз. Екінші тұрған суретте қызыл түсті ыдыс тұр екен. Ол бізде үшінші суретте берілген. Үшінші суретте печеньелердің суреті берілген. Ал егер де біз суретке қарайтын болсақ, осы печеньелерді ұстап, әже өзінің немересіне дүкенге барып кел деп жұмсайды. Демек, бұл бірінші және екінші суреттер. Ең соңғы 4-ші сурет конфет және кекстің суреті бейнеленген. Ол 5-ші суретте. Демек, 4-ші суретке picture 5 деп жазамыз. 14-ші тапсырма Listen and read. Тыңда және оқы. Make a new dialogue with your friend. Өзіңнің досыңмен жаңа диалог құра дейді. Ең алдымен диалогты тыңдап аламыз. Peter, can you get some milk from the supermarket, please? Yes, of course. Where's the supermarket? It's on Apple Street. It's next to the butcher's. Okay, anything else? Get some sausages and some cheese too.
Сендерге арнап диалог құрадым. Алма және Батыр деп екі кейіпкерді алдым. Өзгертіп те қолдана берсеңдер болады. Алма: Батыр, can you get some juice from the supermarket, please? Батыр, дүкенге барып, ірім сусын алып келесің бе? Өтініш. Батыр: Yes, of course. Where is the supermarket? Әрине. Ал супермаркет қайда? Алма: It's on Kaldaяков Street. It's opposite of the bakers. Ол Қалдаяқов көшесінде, наубайханаға қарама қарсы. Батыр: Ok, anything else? Жарайды, тағы не керек? Алма: Get bread and some milk too. Нан ал және сүт ал тағы да. Дәл осындай форматта өздеріңді диалог құрап, жасап алсаңдар болады. Өте оңай. 15-ші тапсырма Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. 16-ші тапсырма Complete, then listen and repeat. Қайталайсың, аяқтайсың және де оқып шығасың. Ow. House. Ow. Mouse. Ow. Blouse. The mouse with the brown blouse is in the round house. Демек, екі тапсырмада да бізде ау деген дыбысты таныстырып тұр. Оу және ю деген екі дыбысты бірге оқығанда әу деп оқимыз. Мысалы, house, mouse, blouse. The mouse with the brown blouse is in the round house. Оу және ю дыбысын бірге оқығанда оу деп оқиды екенбіз. Осымен біздің екі беттегі тапсырмаларымыз орындалды. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңдар.